Сәлем. Міне, біз бүгін тағы да кездестік. Мен бүгін Алдар Көсенің жыртық тоны туралы аңыз әңгімені айтып беремін. Ал, кеттік. Алдар Көсе жарықтық, жыртық тонын киіп, шабан атына мініп, жылда ауыл аралайтын әдеті бар екен. Бірде сол әдетіне салып келе жатқан кезде, қыстың кезі болса керек, қақаған суыққа тап болады. Үскірік жел, азынаған аяз. Алдар Көсе жыртық тон киіп алған, дір-дір қалш-қалш етіп тоңып, не істерін білмейді. Үскірік аяз екі құлағының ұшын шымырлатып, екі бетін үстіп, қол аяғы қалтырап, әзер келе жатады. Алысқа қарай ауылдың түтіні көрінбейді. Не үрген иттің дауысы естілмейді. Ойпырмай, мынау қақаған қыста айдалада қатып қалатын болдым ау. Енді не істеймін деп, атына қамшыны басып қалған кезде, онсыз да болдырып келе жатқан арығат жүре қояма. Одан сайын аяңдап, әзер аяғын алып келе жатады. Бір кезде алдынан бір салт атты шыға келеді. Алдар Көсе қарайды. Астындағы атының жүрісіне қарағанда, үстіндегі киген киімге қарағанда, бай адам екенін бірден біле қояды. Содан соң ыстықтап келе жатқан адам сияқты жыртық тонына желпініп, «Ахой!» деп әнге басып қоя береді. Жаңағы бай жақындап кеп, «Ассаламағалейкум Алдар еке» дейді. «Уағалейкум ассалам» деп амандасып тұрады. Бай болса, үстіне киген түлкі ішігі бар, соған оранып алған, сонда да дір-дір етіп тоңып отыр екен. Алдар Көсе бірден, «Шіркін-ай, мынаның түлкі ішігін қалай ғана алсам екен?» деп ойлана кетеді. Сонда бай, «Сен өзіңе тоңған жоқсың ба?» дейді. Алдар Көсе, «Қайдағы тоңған? Менің мынау тонымды киген адам ешқашан тоңбайды. Керемет бір сықтап келе жатқаным» дейді. Сонда бай, «Қалай дейсің, қой шай сен? Анау сенің өзі үстіндегі тоның шырық-шырық тесік қой» дейді. Сонда Алдар Көсе, бай еке, гәп сол тесікте болып тұр ғой» дейді. Өйткені бір тесіктен кірген суық зу өтіп, екінші тесіктен өтіп кетеді. Сонда менің денемді суық алып үлгер алмай қалады. Мені көрдіңіз бе, гәп қайда жатыр дейді. Сонда аңқау бай, «Шіркін-ай, мынаның жыртық тонын қалай алсам екен» дейді. Алдар Көсе, «Шіркін-ай, мына байдың түлкішігімен қосып астындағы арғымағын қалай алсам екен» деп армандап кетеді. Бір кезде бай, «Бұлай болсыншы, сен маған осы үстіңдегі әне біру жыртық тоныңды берші, екеуміз айырбастайық, мен саған түлкі ішігімді берем» дейді. Сонда Алдар Көсе өтірік бұлданып, «Жоқ, болмайды, мен бұны сізге бере алмаймын» дейді. Бай тұрып, «Ендеше айналайын, мен саған оның үстіне көп ақша берейін» дейді. Сонда Алдар Көсе, «Жоқ, маған ақшаңыздың қажеті жоқ» дейді. «Енді бұлай, анау астыңыздағы арғымақ атты берсеңіз, кішкене ойлануға болады» дейді. Сонда аңқау бай, «Ал жарай, жақсы, келістік» деп, үстіндегі түлкі ішігін, астындағы арғымақ атын Алдар Көсенің тесік жыртық тонына, астындағы жаман шабан атына айырбастап алыпты. Алдар Көсе түлкі ішікті киіп ап, арғымақ атқа секіріп мініп, «Ал енді, аман бол» деп шауып жүріп кетіпті.
Сөйтіп ауылға келеді. Ауыл жұртының бәрі, «Ай алдар еке, мынау үстіндегі керемет түлкішікті, астыңдағы арама қатты сен қайдан алдың?» дейді. Сонда алдар көсе, «Мен бұны 77 жыртығы бар, 78 тесігі бар жаман тоным айырбастап алдым» дейді. Жұрттың бәрі аңтаң, «Алдар еке, дұрыстап түсіндірші» дейді. Сонда алдар болған оқиғаның бәрін баяндап беріпті. Жұрттың бәрі мәз болып, астындағы арғымақ атын, үстіндегі түлкі шікті, алдар көсенің жыртық тонына, анау арық атыны айырбастаған ақымақ байдың қылығына мәз болып, жұрттың бәрі қыран топаң күлкіге көміліпті. Күлкі басылған кезде алдар көсе, «Ей жұртым, жолдың алыс жақынын жортқан білет, астың ащы тәтсін дәмін татқан білет» депті. Міне, солай. Осымен бүгін біздің ертегіміз аяқталды. Сау болың.